Армысыз көрермен, эфирде көршінің қызы, жайғасып отырыңыз, бірге отырып шай ішейік. Етке, сорпа бетке. Қонақ келсе, қазақтың үйінде міндетті түрде қазанға ет салынып, бешбармақ дайындалатыны жасырын емес. Тіпті біз қазақтар әлемде ет жеуден қасқырдан кейінгі екінші орындамыз деп тәзілдейміз. Дегенмен бұл елде ет бағасының арзандығын көрсетпейді. Әлем елдері сиыр етінің бір келісін $15 деп есептеп жатқанда, қазақтар оны екі қонақ келсе жете екен деп өлшейді. Қазақстан сиыр етінің қымбаттығы бойынша әлемнің 76 мемлекеті арасында 42-ші орында тұр. Елде бұл еттің бір келісі кемі 4000 теңгеден саудаланады. Ал осыдан да 26 жыл бұрын сиыр етінің бір келісі 214 теңге болса, 2010 жылы 641 теңгеге алған едік. Ал сіздің өңірде ет бағасы қанша? Бар асылым, қызым менің. Қызым әнін айтып, жұртты елжіреткен Еркеш Хасен деген әнші көпке тірец арқылы кеңінен танылған еді. Желі қолданушылары оны актриса Жанель Серғазинамен көңіл қосты, некеде бола тұра басқаға кетті деп айыптап, түрлі пікірде жазған. Дегенмен әнші ұзақ уақыт үнсіздіктен соң әлеуметтік желіде арнайы сторис жариялапты. Қанша уақыттан бері елдің өтірік айтқан жалауларын жұтып келдім. Бір айтарым, мен қызымды ешқашан тастаған емеспін, тастамаймын да. Соңғы демім қалғанша қызыма қамқор боламын. Менің қызымды да, қызыма деген махаббаттан туған әнімді де ешкім тартып ала алмайды деп, отбасы туралы мәселесін талқыламайтынын айтты. Ал сіз өз мәселеңізге журналистердің назарын аудартқыңыз келсе, пресс-конференция өткізу ең дұрыс шешім. Бұл тұста сізге сілтеме редакциясы көмектеседі. Ол үшін төмендегі нөмірге хабарлассаңыз болады. Екпесі жоқ балалар оқудан шеттетіледі. Қазақстанның бас санитар дәрігері осындай мәлімдеме жасады. Жаңа талап бойынша қызылша анықталған жағдайда екпе алмаған балалар мектеп пен бала бақшаға уақытша жіберілмейді. Шектеу 19 ақпаннан бастап күшіне енген. Неге мұндай шешім қабылданды десеңіз, ел бойынша қызылша дерті 9 өңірде өршіген және науқастардың шамамен 80% вакцина алмағандар. Бас санитарлық дәрігер бұл қадамды мәжбүрлі әрі алдын алу шарасы деп атады. Сол себепті ата-ана бала денсаулығына мұқият болыңыз. Құрысын, ауруға мүлдем болмайды. Ауырсаң, дәрігерге қаралу да, оның жазып берген дәрілерін сатып алу да қымбатқа шығады. Қазақстанда 2026 жылдың қаңтарында дәрі бағасы өткен жылдың басымен салыстырғанда 15%-ға өсті. Бұл соңғы бірнеше жылдағы ең жоғары қаңтар көрсеткіші. Мәліметті ұлттық статистика бюросы жариялады. Неге дәрі қымбаттады? Оған себеп 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап көтерме және бөлшек саудаға 5% құн салығы енгізілді. 2027 жылдан бастап бұл мөлшерлеме 10%-ға дейін өседі. Біздің балалар мектепке 6-7 жасында барса, Түркістанда 4 жасар бала мектепте оқиды. Әлия Адамбек есімді бүлдіршін құрдастары әліппе жаттап жүргенде күрделі есептерді оп-оңай шығарған. Ол үштің балсандарды қосып азайтуды тамаша меңгерген. Баланың ерекшелігін ата-анасы ерте аңғарған. Ол небәрі 2 жасында әріп танып, 3 жасында сандарды көбейтуге бейімделгенін айтады. Бұлар баланың бетін қақпа, белін бу деген осы болар. Көршінің қызы өз әңгімесін тауысты. Арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.